Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге керемет бүгін практикалық жұмыс ұсынғым келіп тұр тағы да. Бұл өзіңді өзгертуге арналған тапсырма. Қазір сіздер А4 формат қағаз аласыздар. Сол формат қағазды 3 бөлікке бөліп шығыңыздар. Енді бірінші бөлікке біз былай жазайық. Өзіңді өзгертуге арналған тапсырма деп бас жағына жазыңыздар тақырыпты. Ал енді бірінші строкаға былай жазып шығыңыздар. Өзіңізге ұнамайтын әдеттер. Яғни сіз адам болғаннан кейін біздің жетістікке жеткізбей жатқан біздің бойымызда әдеттер өте көп. Дисциплина дейміз, дисциплинаны ешкім ұстап жатқан жоқ қазіргі таңда. Әр адам сол дисциплина болмағандықтан өмірінде өзінің қалаған діттеген арман мақсатына жете алмай жатыр, бір сөзбен айтқан кезде. Ал кімнің өмірінде дисциплина бар, нақты бір жүйемен, системамен уже жүріп жатыр. Күнделікті жасайтын, ертеңгісін тұрғанда жасайтын арнайы рәсімдері бар. Күнделікті жаңағыдай 10 мың шақ жүру, күнделікті жаңағыдай шүкіршілік дәптер арнау дейміз ба, күнделікті өзінің өмірінде нақты бір жоспары, айқын, нақты мақсаты, жоспары бар. Сол адамдар шынымен жетістікке жетіп жатыр. Ал енді сізде бір орында отырып қалмай, келесі бір деңгейге шыққыңыз келсе, онда осы тапсырманы жасауды ұсынамын. Мүмкіндігінше қоңыраушаны басып қойыңыздар, комментарий жазып, лайк басып, маған кері энергия обмен жасап отырсаңыздар, мен де қуанышты болар едім. Ондай болса кеттік, сол бірінші строкаға, бірінші бөлімге 3 жолды сыздық. Біріншіге өзіңізге ұнамайтын әдеттер, бойыңыздағы әдеттер. Сіз ұйқыны дұрыстадыңыз ба? Ең бірінші. Адамның денсаулығына маңызды ұйқы сапасын реттеу. Ұйқыны қаншалықты сіз қай уақытта ұйықтайсыз, сағат қаншада тұрасыз? Ол өте маңызды. Себебі біздің мына организмінде өзінің атқаратын функциялары бар. Біз мүмкіндігінше сағат 10-ға дейін ұйықтап қалсақ, біздің организмімізде кәдімгідей бір-біріне сигнал беру арқылы полностью организм өзінің қызметін атқарады. Өт сұйылып бастайды, қанымызда дұрыс жұмыс жасап бастайды, асқазанымыз өзінің функциясын атқарады деген сияқты. Біздің организмде де өзінің атқаратын жұмысын ерте сағат 10-нан бастап таңғы уақытқа дейін біздің организміміз кәдімгідей жұмысын бітіру керек. Біз демалған уақытта. Біз көп адам сол нәрсеге мән бермейміз да, сағат 2-3-ге дейін жүреді адамдар. Ұйқының сапасы дұрыс емес, организм ол күтіп тұр, мысалы өзінің жұмысын атқару үшін. Біз ешқандай мүмкіндік бермей жатырмыз. Сол себепті өмірімізде денсаулықтың мүлдем жаңағыдай құрып жатқаны, оның барлығы айналып келген кезде ұйқының сапасына байланысты болып тұр. Екінші, денсаулық мәселесіне біз қаншалықты дұрыс тамақтанып жатырмыз? Қандай өзіңіздің өміріңізде бір әдетті қалыптастырдыңыз? Дұрыс тамақтану, именно дұрыс тамақтану барысында. Арнайы нутрициологтардың сабақтарын алыңыздар. Сол арқылы өзіңіздің денсаулық, енді біз нақты адамға қазіргі таңда денсаулық өте маңызды. Себебі біз денсаулықты күтпесек, біздің жақсы өмір сүруімізге, жетістікке жетуіміз екіталай шынымен. Сол себепті денсаулыққа қатысты өзіңіздің өміріңізде қандай әдетті қалыптастырдыңыз? Саналы адам ретінде осы нәрсеге мән беріп көріңіз. Үшінші, білім мәселесі бойынша, қазіргі таңда сіз өзіңізді қай жағынан дамытып жатсыз? Өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Сол мамандығыңызды бір кәсіби деңгейге дейін шығаруға деген сізде мүмкіншілігіңіз бар ма қазіргі таңда? Сол именно сол мамандық бойынша кәсіби білімдер, қосымша ақпараттар алып жатсыз ба? Вот именно соған да мән беріп көріңіз. Болмаса сіз өміріңізде хотя бы 20 минут кітап оқып жатсыз ба? Кітап оқу деген өте керемет күшті. Ол сіздің сөйлеу әдебіңізде, ораторлық искусствода, одан кейін сіздің өміріңізде мына мидың памятын жақсарту үшін де өте қажетті нәрсе. Бала тәрбиесінде болсын, сіз өзіңіз қолыңызға кітап алып оқысаңыз, ертеңгі күні балаңыз да қолына кітап алып оқитын деңгейге жетеді. Сол себепті әдептің барлығын біз өзіміздің бойымызда бірінші қалыптастыруымыз керек. Одан кейін сіздің мінезіңіз қандай? Сіздің мінезіңіз қаншалықты көркем мінез? Жоқ, сіз мінезіңіз тік па? Қаншалықты жанында қасыңыздағы жақын адамдарыңызды ренжітіп жатсыз? Оған да көңіл бөліңіз.
Одан кейін дене сұлулығы, тән сұлулығына қаншалықты сіз көңіл бөліп жатсыз, сіз өзіңіздің бет күтіміңізді қаншалықты мән беріп жатсыз, не болмаса күнделікті қаншалықты жаттығу жасап жатсыз өміріңізде, сол сияқты әдептердің барлығын өзіңіз прям бірінші тізіп шығыңыз. Не нәрсе ұнамайды, бірінші ұнамайтын нәрселердің бәрін жазып шығыңыз. Ал енді екінші строкаға тура жазып шыққан әдептердің жанына қасына түгел жазып шығыңыз. Енді все, жақсы түсіндім. Мен бүгіннен бастап саналы адам ретінде ұйқымды реттеймін. Ұйқыны қай уақытқа қойдық? Сіз мынау жазу техникасы деген қыздар өте керемет жұмыс жасайды. Біз жазған кезде, қолымызға мінекей қалам алып, біз жазған кезде көзіміз ақпаратты көрді, ол миға жібереді. Ми именно осы нәрсенің барлығын жазылғаннан кейін, оказывается, бұл нәрсені біз орындауымыз керек дейді. Ми өзінің қызметіне сол нәрсені жұмыс ретінде қоса бастайды. И шынымен де осы берілген тапсырмаларды орындап бастайсыз. Екінші, әдептерді қалыптастыруда ұнамайтын нәрсені жаздық. Енді соны ұнайтын жаққа ауыстыруымыз керек. Келістік па, қыздар? Ал енді үшінші тапсырма, ол сіздің 3 айда, 6 айда, не болмаса 1 жылда орындалатын нақты мақсат жоспар құрып шығыңыз өміріңізге. Сол мақсат жоспарды мен осы ұйқы сапасын реттеуді мінекей мен 3 айда қолға аламын. Денсаулығымды реттеуді мен мысалы мінекей 6 айда қолға аламын. Мысалы көзім зрением нашар болып жүр, мен міндетті түрде жаңағыдай врачқа барып қараламын. Не болмаса мен асқазаным ауырып жүр дейсіз ба, тісімді емдетуім керек дейсіз ба. Соны қысқа және ұзақ мерзімді мақсат жоспарға енгізіңіз. Дәл қай уақытта сіз осы нәрсені орындай аласыз. Соны міндетті түрде кәдімгідей галочка қойып отырып, 6 айда, сәуір айында болмаса шілде айына дейін мен осы нәрсені жасауым керек деген сияқты. Саяхат жазып қойыңыз. Саяхатты да қанша айда, қай уақытта, қай жаққа барғыңыз келеді. Мейлі ол қазір мүмкін болмай тұрған шығар, мүмкін сіздің жағдайыңызда. Бірақ та міндетті түрде жоспарға енгізіп қойсаңыз, ол міндетті түрде жазылған нәрсе, қыздар, міндетті түрде 100% орындалады. Сол сияқты осы тапсырманы сіз өзіңізді өзгерткіңіз келсе, өзіңізді шынайы мына өмірде бақытты сезініп өмір сүргіңіз келсе, кәдімгідей біз өмірімізді дисциплина ретінде жасап қолға алуымыз керек. Егер де осы тапсырмалар шынымен өміріңізге бір мән беріп жатса, өміріңізде қызық болып жатса, өміріңізде кішкентай да болсын, әйтеуір бір бөлшегі болсын, өміріңізге бір сапалы өмір сүруге бір әсерін тигізіп жатса, мен де қуанар едім. Мүмкіндігінше лайк басып, комментарий жазып, кері байланыс жасап отырыңыздар. Сәттілік онда.